Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге тез жасалынатын қатпарлы тесто жасаймын. Яғни слоеный тесто. Оған бізге керегі май, мұздай су, мен холодильникке алдын ала қойып қоям. Уксус 9%. Жұмыртқаның сарысы және тұз. Бәрін араластырып, жақсылап және де холодильникке қоя тұрамыз. Ал майды сармай алуға болады, бірақ та мен бұндайға арнайы слоеный маргарин деген алып қоям. Егерде тапсаңыздар, тіпті жақсы. Ұнды міндетті түрде илегіштен өткіземіз және разрыхлительмен ұнды араластырып қойдым. Майымызды үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізерде осылай етіп ұнға араластырып тұрғандарыңыз жақсы. Үккішке май жабысып қалмайды және біріне бірі жабысып қалмайды. Осылай түгел майды ұнға араластырып тұрып, үккіштен өткізіп аламыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылуға ұмытып кетсеңіздер, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Төмендегі қоңырауды басып қойсаңыздар, менен жаңадан келген рецепттердің сіздерге хабарлама болып келіп тұрады, уведомление болып. Жіберіп алмайсыздар. Сіздерге лайк басып жазылу түк емес, ал маған ол каналымды өрбітуге, каналымды өсуіне көмектеседі. Міне майымызды өткізіп болдық, ұнға жақсылап араластырамыз. Осындай көмекші құралдармен болса сонымен, болмаса қасықпен араластырсаңыздар болады. Тіпті болмаса жайлап осылай қолғап киіп алып, перчатка резиновый дейді ғой, соны жасап араластырсаңыздар да болады. Ортасын жайлап асамыз. Одан кейін жаңа холодильникте тұрған суымызды араластырып жіберіп ортасына құямыз. Енді нанымызды елейміз. Бірақ та манты жасағандай, пельмен жасағандай қатты илеп тастамаймыз. Бірінші осылай жасап аламыз, одан кейін қолымызбен көмектесеміз. Қатты илемейміз, жайлап қана басын біріктіреміз. Бұл тестода мен әртүрлі печеньелер, трубочкалар, Наполеон жасауға болады. Одан кейін сосиски тесто, не жасағыларыңыз келеді, слоеный, соның бәріне қолдана беруге болады. Алда мен әртүрлі печеньелермен, осындай трубочкалармен бөлісіп отырам, жіберіп алмаңыздар. Бәрін жасап, біріктіріп алғаннан кейін холодильниктен мұздатқышына, тоңазытқышына емес, морозилкаға емес, холодильнигіне жарты сағат қойып қойсаңыздар, тестомыз дайын. Алдын ала қойып, тоңазытқышқа сақтасаңыздар болады. Керек кезінде алдын ала мұздатқышқа салып ертеміз. Сосын жасай береміз. Холодильникке 1 аптадай, ал мұздатқышқа 1,5-2 айға шейін сақтауға болады. Міне біздің тестомыз дайын. Оңай, көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өздеріңізге де оңай жолын іздеңіздер. Видеоны ақырына шейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Үміткен.